Баршаңызға сәлем. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен қонақ келгенде дастарханымыздың көркін келтіретін өте керемет салат түрімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге колбаса, жұмыртқа, сыр, салат жапырақтары, қияр, помидор, чечил, майонез қажет болады. Ең әуелі колбасамызды дәл видеодағыдай домалақ бөліктерге бөлінген колбасамызды 3 бөлікке бөліп шығамыз. Алдын ала дайындалған ыдысымызға салып, ендігі кезекте қиярымызды турауға кірісеміз. Қиярымызды да дәл осылай бөліктерге бөліп, майдаламаймыз, ұсақ күйінде турап шығамыз. Ұсақ күйінде туралса, салатымыз өте керемет болып шығады. Одан кейін жуылған таза помидорымызды 2-ге бөліп, оны да ұсақтап бөліктерге бөліп шығамыз. Достар, егер рецепт ұнаса, менің каналыма кіріп, лайк басып, коммент қалдырып тіркеліп кетсеңіздер болады. Бізге ендігі кезекте сыр қажет болады. Сырдың бізге кез келген қатты түрі қажет болады. Дәл осылай ұзынша етіп турап алған сырымызды осылай 3 бұрышты бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Осы ретте алдын ала қайнатылған жұмыртқамызды да майдаламай, тек 2-3 бөліктерге бөліп, ірі күйінде пайдаланатын боламыз. Алдын ала жуылған салат жапырақтарымызды да ірі көлемде дәл видеодағыдай турап шығамыз. Одан кейін бетіне қоятын чечилімізға кірісетін боламыз. Өрілген чечилімізді бір-бірінен ажыратып, ұсақтап шығамыз. Міне, біздің чечиліміз дайын. Ендігі кезекте дайын болған салатымыздың үстіне қалауымызша майонезімізді және дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да, кез келген ыдысымызға салып, бетіне чечилін қойып, қонағымызға ұсынсақ болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр.